Сәлеметсіздер ме балалар, сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін 5-ші тақырып күй атасы Құрманғазы. Бірінші оқылым мәтіні, мәтінді түсініп оқып, стилін анықтаңдар. Құрманғазының бала кезінен ақ ең айтқыш тілі, ең сезімтал тілі қос ішекті домбыра көмейінен шығатын күй тілі еді. Сондықтан да ол Сахараның дәулескер күйшісі Соқыр Ишанды алғаш көргенде домбырасының тілі мен ділін түсініп, үйіп тыңдайды. Оның күйлерінен уақыттың ең шыншыл сырын ұғады, ал Құрманғазыны күй өнеріне баулыған ұстазы ұзақ болатын. 1830 жылы Исатай Тайманұлы және оның жан досы дауылпаз ақын Махамбет Өтемісұлы бастаған Жәңгір ханға қарсы шаруалар көтерілісіне Құрманғазы да қатысады. Сол жылдары Кішкентай деген күй шығарады. 1857 жылы оны түрмеге отырғызады. Сібірге айдатайын деп жатқан жерінен қашып құтылады. Екінші рет Құрманғазыны Орынбор түрмесіне қамайды. Бірақ генерал-губернатор Перовскийдің қолдауымен құтқарылады. Құрманғазының ғұмыр кешкен уақыты, әсіресе оң-солын танып, тіршілікке белсене араласа бастаған кезі мейлінше күрделі еді. Бұл кезең патшалық Ресей жүргізген отаршыл саясаттың ең бір қарқын алған, әбден құныққан, шектен шыға. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, екінші тапсырмаға назар аударамыз. Екінші тапсырмада берілген көнерген сөздерді екі топқа бөліп кестеге жазыңдар. Яғни архаизмдер мен тарихи сөздерді ажыратуымыз керек. Архаизм дегеніміз не ең алдымен? Халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт сана, әдет ғұрпына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып отыратын, ескіріп, пайдаланудан бір жола шығып қалған сөздер. Яғни кестедегі архаизмдер. Аушадияр дегеніміз жалпы не? Бұл үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыр екен, яғни салт дәстүрге қатысты. Дүрия, торқа, бекқасап, шұға деген сөздер архаизмдер, бұлар мата. Яғни дүрия дегеніміз жылтырауық, тығыз жібек матаны айтамыз. Торқа дегеніміз қымбат, бағалы, селдір жібек мата. Бекқасап деген ала түсті шағын, енді жібек мата түрін айтады екен. Шұға дегеніміз жұмсақ, майда, түкті жүн матаны айтамыз. Сондай-ақ кебеже дегеніміз тамақ сақтауға арналған сандық сияқты ағаш бұйымды айтады. Күпі, түйенің немесе қойдың жабағы жүнін ішіне қаратып, ұзыннан ұзын сырған, сыртын әртүрлі матамен тыстап тіккен сырт киім. Қынаменде дегеніміз бұл ұлттық ойын сауық кеші. Күйеу жігіт қалыңдық отауына немесе қыз жеңгесінің үйіне жолдастарымен алғаш келген күні өтеді екен. Тоғымғағар дегеніміз бала алғаш рет жолға шыққанда жасалатын бас қосу. Бесік құда дегеніміз бесікте жатқан сәбилеріне құдаласу жоралғысы екен. Ұрын бару салты құда түсу мен тойдың арасында күйеу жігіт қалыңдығының ауылына баратын болған, яғни бұл салтты ұрын бару салты деп атайды екен. Келесі, кітапты мұқият қарайтын болсақ, бей болыс сөзі бұл жаттығуда 2 рет кездеседі. Себебі бей болыс сөзі әрі тарихи сөздер, әрі архаизмдер болып табылады. Би деген ресми тұлға, оны халық сайлайды, ол соттың міндетін атқарған. Қазіргі кезде биді сот орындаушысыны би деп айтсақ та болады. Яғни уақыт өте келе би сөзінің орнына сот орындаушы деген сөз ауысқан болар. Болыс дегеніміз қызметтік лауазым, болыстықтың басшысы, басқарушысы. Болыстар 50 үйден бір сайлаушы қатысатын елубасылардың съезінде 3 жыл мерзімге сайланып, оларды әскери губернатор бекітіп отырған. Келесі тарихи сөздер. Ең бірінші балалар, тарихи сөз дегеніміз не? Соны есімізге түсіріп алайық. Тарихи сөздер дегеніміз, яғни кейбір сөздер өздері атайтын заттар мен құбылыстардың ескіріп жоғалуымен байланысты сирек қолданылады, я болмаса мүлде қолданыстан шығып қалған сөздерді тарихи сөздер деп атаймыз. Старшина, яғни Ресей өкіметінің қазақтардың белгілі бір рулық топтарын басқару үшін сайлаған немесе тағайындалған адамын старшын деп атайды екенбіз. Аға сұлтан қазақ даласында хандық билік жойылғаннан кейін әкімшілік аймақтық округты басқарушы лауазымының бірі. Қаған дегеніміз хандардың ханы, бас хан деген ұғымды білдіреді, ерте түрік мемлекеттерінің басшысы. Хан бұл лауазым түркі моңғол халықтарында мемлекет басқарған билік иесі. Уәзір ел басқарған ханның орынбасары, көмекшісі. Қылыш қарудың бір түрі, ол болат, темір, тағы басқа қатты материалдан жасалады. Шоқпар қазақ жауынгерінің соғу қаруы. Басы мен сабын бір тұтас қылып түбірлі ағаштан жасалған қару шоқпар деп аталады екен. Келесі тарихи сөздер.
Атшабар тарихи сөз дәстүрлі ортадағы лауазым атауы. Ертеде ханның, ұлықтың, би мен болыстың үкім жарлығын халыққа жеткізетін хабаршы адамды атшабар деп атаған. Бағана айтып кеттім, би болыс сөзі әрі тарихи сөз болады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Үшінші тапсырма: екі топқа бөлініңдер, төмендегі Абайдың өмірбаянын үлгі ретінде алып, Абылай хан мен Құрманғазының өмірбаянын жазыңдар. Яғни туған жері, тұлғалық даралығы, өмір жолы және шығармашылық туралы жазамыз. Бірінші Абылай хан. Туған жері 1711 жылы Көркемәлинің отбасында Түркістан қаласында дүниеге келген. Тұлғалық даралығы қазақ хандығының 18-ші ханы, қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Абылай дарынды хан, аса ірі қайраткер, қолбасшы болды. Әбілмәмбет ханның тірі кезінде қазақ халқы оны өзінің қорғаушысы, көсемі санады. Ол патша өкіметінің губернаторының ыңғайына жүрмеді, елінің еркіндігін, бостандығын қорғай білді. Өмір жолы: 12 жасында әкесі Көркемәли жоңғар қонтайшысы Цеван Рабдан шабуылынан қаза табады. Әбілмансұрдың шыққан тегін жақсы білген Төле би оған өз түйесін баққызып, оны аман сақтап қалу үшін Сабалақ деп атап кетеді. 15 жасынан бастап жоңғарларға қарсы күреске қатыса бастайды. Сұлтанның бойы орталау, күші ерекше мықты болған. Қаншер Абылайдың немересі Әбілмансұр 20 жасында ел ішінде кеңінен таныла бастайды. 1749 жылға таман Абылайға тек Атығай ғана емес, арғынның бүкіл жеті руы, оған қоса керейлер, уақтар және қыпшақтардың бір бөлігі бағына бастайды. 1771 жылы 300-дің басшы өкілдері Түркістанда Абылайды хан көтереді. Абылай 300-інде жалғыз орта жүздің ғана емес, бүкіл қазақ ордасының ұлы ханы болды. Келесі Құрманғазы туған жері Бөкей хандығы, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңа қала ауданына қарасты Жиделі деген жерде дүниеге келген. Тұлғалық даралығы қазақтың ұлы күйші композиторы, қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі. Өмір жолы: Құрманғазы кедей отбасыдан шыққан, 6 жасынан бастап шопан болып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Оның музыкаға деген сүйіспеншілігі әкесіне ұнамады, бірақ анасы Алқа баласының бұл ұмтылысын қолдады. Күйші болып қалыптасуына сол замандағы домбырашы ұзақ әсер етті. Ол жас жігіттің музыкаға деген қызығушылығын байқап, оған жарқын болашақ болжаған. Күйші ұзақтың жанына еріп ел аралайды. Композиторлық өрісі ашылып, ондаған күйлерін дүниеге әкеледі. Байларды ашық сынға алғаны үшін қудаланып, бірнеше рет абақтыға түскен. 1857 жылы оны жылқы ұрлады деген айыппен қамауға алған. Бірақ Құрманғазы сот басталмай тұрып түрмеден қашып кетті. Аңыз бойынша бақылаушыға күйшінің музыкасы ұнағаны соншалық, ол қақпаны өзі ашып берген екен. Осыдан кейін патша үкіметі оны қарақшы, бүлікші және қауіпті қылмыскер деп атап, домбырашыны өмірінің соңына дейін қудалады. Шығармашылығы: Құрманғазы күйшінің алғашқы шығармаларының бірі Кішкентай. Бұл күй көтеріліс басшысы Исатайға арналған. Оның шығарған Ақбай, Ақсақ киік, Көбік шашқан, Түрмеден қашқан, Адай деген күйлерінде нұрлы болашақ, халық үміті, үстем тапқа деген ызакек шебер суреттеледі. Күйші сарыарқа күйі арқылы туған жерді, кең байтақ даланы көз алдына келтіреді. Келесі тапсырма. Төртінші тапсырма: өздерің жазған өмірбаяннан көнерген сөздерді анықтаңдар. Екі өмірбаянда кездесетін көнерген сөздер хан, қонтайшы, сұлтан және абақты сөздері. Келесі соңғы тапсырма. Бесінші тапсырма: көркем әдебиеттерден көнерген сөздерді теріп жазып, қолданыс аясын түсіндіріңдер. Ал ендеше тыңдаймыз. Ұзын тымақ та көзіне түсіп, терлетіп, мазасын кетіріп отыр. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан алынған. Бұл жерде көнерген сөз тымақ сөзі. Бар дереу, қолдарыңа шоқпар, сойыл алыңдар. Анау жылқысын сойылдап, дәл Байсал аулының ар жағына қуып тастаңдар. Бұл да Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан алынды. Бұл сөйлемде кездесетін көнерген сөздер шоқпар, сойыл. Колхозшыларға тамаққа деп берілген етті қымқырып қалғаны үшін Байдалы шал бригадирліктен босатылып, оның орнына менің анамды сайлады. Сайын Мұратбековтің Жабайы алма повесінен алынған. Бұл жердегі көнерген сөз колхозшылар. Келесі: белден асып, аттап басып, отарбада келеміз. Сәкен Сейфуллиннің Отарба өлеңінен алынған. Бұл жердегі көнерген сөз отарба. Қозыбақ аулы барымтамен байыды. Бұл жердегі көнерген сөзіміз барымта. Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасы повесінен алынды. Енді балалар, бұл көнерген сөздерге түсініктеме беріп кетейін.
Тымақ дегеніміз балалар ерлердің қысқы бас киімі, оны аңның малдың терісінен тігеді. Сойыл дегеніміз қол қаруының бір түрі, ол алып жүруге ыңғайлы ұзынша сидам ағаш. Кейде оны темірден де жасап жатады. Колхоз дегеніміз кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында пайда болған ұжымдық шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарына қоғамдық меншік және ұжымдық еңбек негізінде ірі социалистік ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін шаруалардың ерікті түрде бірігуі жолымен құрылған кооперативтік шаруашылық, яғни сол шаруашылықта жұмыс істейтін адамды колхозшы деп атаймыз. Отарба пойыздың ең алғашқы қазақша атауы. Барымта рулар арасындағы қақтығыс кезінде жауласқан руының малын талап айдап әкету. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.